Сәлеметсіздер ме? Бүгін келін асханасымен бірге заказға королевский тортын жасайық. 3 түрлі бисквит, орех, мак және какао салмасымен кремді талғамдарыңызға байланысты таңдасаңыздар болады. Менде бүгін клиенттің қалауымен сары май мен қаймақ. Бисквит бір дегеннен жасалады. 2-3 мәрте ыдыстарды жуып, қайтадан жаңа бисквит жасау керек емес. Бисквитімізді бастаймыз. Ол үшін 7 жұмыртқаны таза құрғақ ыдысымызға жарып, кішкене тұз сеуіп, миксеріміздің ақырын жылдамдығында айналдырамыз. Және кішкене ағарып көпірген соң 300 грамм, яғни 1,5 стакан қант қосып, 2-3 қайтара қосып, шым-шым ванилин дәм беру үшін сеуіп, миксердің ең жоғарғы жылдамдығында миксерлейміз. Ағарып, жақсылап көпірген соң, пышны масса болған соң, 3 ыдысқа көз мөлшермен бөлеміз, немесе весы болса салмақпен бөлшеп 3 ыдысқа бөлуіңізге болады. Ең бірінші жаңғақты бисквитті пісіріп аламыз. Алдымен әдемі жаңғақтың қанық дәмі шығу үшін жаңғақты духовкада немесе сковородкада қуырамыз. 100 грамм, яғни жарты стакан ұнға жарты шай қасық қопсытқыш қосып, електен өткізіп, жоғарыдан төмен қарай ұн мен жұмыртқалы массамызды араластыра отырып біріктіреміз. Форманың диаметрі 22 см. Формамызға қамырымызды салып, 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Ағаш таяқша құрғақ болғанша пісіреміз, тексеріп қарап тұрыңыздар. Сол мезетте 2 бисквитімізді де дайындап қоямыз. 2 ас қасық макты және 100 грамм, яғни жарты стакан ұнға 1 шай қасық қопсытқыш қосып, яғни орысша разрыхлитель қосып, електен өткізіп, сұйық жұмыртқалы массамызбен ұнды жоғарыдан төмен қарай қасығымызды айналдыра отырып біріктіреміз. 22 сантиметрлік формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырды біркелкі етіп жаямыз. 180 градус қызып тұрған пешке тағы да 20 минутқа, 25 минутқа саламыз. Ағаш таяқшамен, зубочисткамен дайын болғанын тексеріп тұрамыз. Бірінші бисквитіміз пісіп жатқан кезде қалған екіншісін дайындап қоюымыз керек. Үшінші бисквитке жарты стаканнан азырақ ұн, яғни 80 грамм ұн, оған 1 шай қасық қопсытқыш қосып, 2 ас қасық какао қосып, електен өткізіп, абайлап, асықпай араластырып, 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Мынау біздің бірінші бисквитіміз жаңғақты салмасымен және макпен араласқан бисквитімізде дайын болды. Май мен қаймақты крем дайындаймыз. Ол үшін 200 грамм бөлме температурасында еріп тұрған жұмсақ сары майды ағарғанша 3-4 минут миксерлейміз. 200 грамм қант ұнтағын қосып және осындай 1,5 кесе, яғни 350 грамм қаймақ қосып, біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Тортымыз түзу болу үшін кальцода жинаймыз. Темірдің дәмі шықпау үшін шет-шетіне ацетатная пленка төседім. Және осындай 1-2 қасық крем сеуіп, креміміз осындай консистенциялы болды. Подложкада астына подложка қойдым. Кождарымыз 3 түрлі кожымыз осылай болды. Шет-шетін түзулеп алдым, бетін артық көтеріліп кеткен жерлерін кесіп тастадым. Кальцомызды түзулеп аламыз. Ацетатная пленка төседік. Астына подложка қойдық және осындай пропиткамен де кофе және жылы суда қант пен кофені ерітіп, осындай пропитка жасадым. Пропитканы сеуіп шығамызда қаймақты майлы кремімізді жағып шығамыз. Біркелкі қылып жағамыз. Осы торттың әртүрлі жасалу жолдары бар. Бисквитті 7 жұмыртқаны бірден араластырмай, 3 жұмыртқадан араластырып, әртүрлі ыдыста корждар дайындасаңыздар болады. Менде екінші корж осындай какао мен бисквит. Пропиткамызды сеуіп шығамыз жақсылап. Егер корждарыңыз кішкене түзу емес болып жатса, шет-шетін кремді жағып жатып
түзулеп жіберсеңіздер болады. Осы торттың ең оңай жасалу жолы осы. Жаңаға айтқанымдай, бисквитті бірден емес, жұмыртқаны бірден емес, әртүрлі ыдыста 3 жұмыртқадан бөліп, бірінші жаңғақты массамызды пісіріп алып, одан кейін тағы да 3 жұмыртқадан, 3,5 жұмыртқадан жаңағы мақты салмасымен бисквитті взбивать етіп жасасаңыздар болады. Ең оңай тәсілі осы. 1 дегеннен 7 жұмыртқамызды араластырып алып, әртүрлі салмасын қосып жасадық. Ең бетіне осындай түзу шыққан бисквитім осы болды. Соны қойдым, макты жағын аударып, және пропиткадан өстіп жағып шығамын. Крем жағып, түзулеп шығамын. 4-5 қасық крем алып қоямыз торттың шетіне жағуға. Менің каналымда молочная девочка тортының жасалу рецептісі бар, және салаттар, ыстық тағамдар, және тіске басарлар, пиццаның әртүрлі рецептері, сковородкада жасау пиццаның рецептісі. Көріңіздер, сілтемемен өтіп, қарап көріңіздер, ұнап жатса жасап көріңіздер. Видеолар аптасына, видео рецептер аптасына 3 уақыт шығады. Жіберіп алмау үшін қоңыраумен тіркеліп, осы видеоға лайк басып, егер ұнатып жатсаңыздар, пікірлеріңізді қалдырып, мені қолдап қойыңыздар. Осылайынан бетін біраз түзулеп алдық, және бетіне пищевой пленка жауып, тоңазытқышымыздың иісі сіңіп кетпеу үшін, және бір түнге немесе 7-8 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Тортымыз бір түн тоңазытқышта тұрды, пищевой пленканы алып тастадық. Енді әсемдеуге кірісе бастаймыз. Кольцо мен ацетатная пленка екеуінің ортасынан өстіп пышақпен өтеміз де, кольцомызды шешіп аламыз. Ацетатная пленканы аламыз. Және жаңағы кеше алып қалған қаймақты кремімізді шет-шетіне жағып, бір мәрте түзулеп шығамыз. Дайын бисквиттеріміз, тортымыз осындай болып шықты. Түрінің өзі өте әдемі көрініп тұр. Егер өздеріңіз жеуге, өздеріңіз отбасыларыңызға қолдануға арналса, жан-жағына өстіп кішкене крем жағып, бетін өздеріңіз ұнағанша әсемдеп, жей берсеңіздер болады. Менікі заказға болғандықтан, мен осындай бетіне кішкене крем жағып, түзулеп, жан-жағына кеше кремімізді жағып, түзулеп шықтым. Және шоколадты ганашпен туған күн иесінің аты мен жасын жазуға кірісемін. Кондитерлік қалташаға Қазақстан шоколадының 2 тілімін салып, өстіп үгітіп шығамын. Және шет-шетін қысып алып, ыстық қайнап тұрған, буы шығып тұрған суға салып қоямын. 3 минут уақыт жетті. Шоколадымыз бір келкі еріп, дайын болды. Шетін кішігірім ғана кесіп аламын да жазуға кірісемін. Егер әріптеріңізден бір қате немесе қисық кетіп қалған болса, тортымызды тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа 10 минутқа қойып, одан кейін пышақпен кішігірім ғана бүйтіп ұшымен жазуды алып тастасаңыздар болады. Қисық кеткен жерлерін алып тастасаңыздар болады. Менде осындай міне жазу шықты оюымен. Сіздерге қалай ұнады ма? Пікірлеріңізді комментарийге жазып қалдырыңыздар. Шет-шетін креммен безендіріп шығамын. Ол үшін 200 грамм бөлме температурасында еріп тұрған жұмсақ сары майды вилкамен езіп, 1 келкі масса болған соң 300 грамм қант ұнтағын 2-3 рет бөліп сеуіп, вилкамен түйіршіксіз, іртіксіз болғанша 5-6 минут араластырамын. Дайын болған массаны көк түске бояп, торттың шет-шетіне кондитерлік қалтаға салып, звездочка насадкасымен жүргізіп шықтым. Техникалық себептерге байланысты сол мезет видеоға түспей қалды. Үйде свет өшіп қалған болатын. Бетіне жаңғақ, таяқшадағы безені, шоколадты тиындар жиынтығын, жылтыр домалақтарды қойып шықтым.
Тортым ұнаса лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Толық рецепт описанияда.